Ассалаумағалейкум. Қыран мінезді, көкжал қанды қазақтың намысты жігіттері. Сіздер ареке баста көтеріліске шығайық дейсіңдер. Әлхамдулилля, барлық қазақтың жігіттеріне Алла разы болсын. Егер елімізге Қытай, немесе Ресей, немесе Америка тағы басқасы басып кіретін болса, бірінші қолыма қару алып, қасиетті соғыстармен шығамын. Кейбіреулер отырады жағы, ареке шығайық, көтерілейік, әділетсізге қарсы күресейік дейді. Жарайды, бізге шығамыз. Бізге қарсы кім тұрады? Бізге қарсы қазақты мұсылман, полиция, армия, ұлттық қауіпсіздік комитеті тұрады. Ал олар біздің қазақтың бауырлары. Бір-бірімізді қырып жатқан кезде Қытай бізге басып кіреді. Біріккен ұлттар ұйымы соны себеп қылып, бізді Сирия сияқты екіге бөліп тастайды. Бір өкініштісі іштен шыққан жау жаман дейді. Ей, полиция өкілдері, армия, барлық мемлекеттік форум келген жігіттерге мен үндеу айтамын. Сендер халықтың ұлдарысыңдар, биліктің құлдары емессіңдер. Халыққа қысым көрсеткенді қойыңдар. Әйтпесе сендерді жау санап, сендерге қарсы соғысамыз. Тағы айтамын, армия және мемлекеттік форум келген барлық полиция, прокуратура, кім болсын, ол болсын. Сендердің иықтарға погон түскендегі сөз, погон деген сөз халықтың жауапкершілігі иыққа артылды. Неғұрлым сенің званияң погонды көтерілген сайын, соғұрлым саған жауапкершілік көп болады. Сержантсың ба, сержант деңгейін жауап бересің. Генералсың ба, генерал деңгейін жауап бересіңдер. Ертең мен Қазақстан Республикасы президент болған кезде барлық мемлекеттік форманы ақша сатқандарды аямаймын. Егер сендер, тағы айтамын, қазақтарға қол көтеріп, ұлттық намысты таптайтын болсыңдар, мемлекеттік форма кигендер, онда сендерді біз жау санаймыз. Сендерге қарсы қару көтеруге тура келеді. Ал әзірше айтарым сіздерге, халыққа адал қызмет болыңдар. Егер сендер 1000 теңге пара алсыңдар, ертең Қытайдан 1000 юанға елін сатасыңдар. Тағы айтамын, егер тағы да қазақтың аналарына, сөз бостандығына, намысты жігіттерді қамап ататын болсыңдар, өз обалдарың өздеріңе айтарым осы. Мен Мұрат Арман Сүйіндікұлы Железный.